Ресейдің арнайы қызметі Қазақстан азаматы тіл белсендісі Қуат Ахметовті Украинадан ұрлап әкетпек болған. Бірақ Ахметов Мәскеу агентінің қолына түспеген. Ресейдің арнайы қызметі Қуат Ахметовті не үшін ұстамақ болды? Оның қашып кетуіне Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті көмектескені рас па? Ресей жансызының Киевтегі операциясы неге іске аспай қалды? Оқиғаның жай-жапсарын айтып берейін. Украинада жүрген қазақ ұлтшылы Қуат Ахметовті ұстау бойынша арнайы акция жоспарланды. Ол үшін әуелі Украина ішкі істер министрлігіндегі агенттеріміз арқылы оның байланыс деректерін алдым және ұялы байланыс трекингін сұраттым. Алайда Қуат Ахметовке біреулер өзін аңдып жүргенін айтып қойған сияқты. Өйткені оның қайда жүргенін таптымау деген кезде ол Түркияға қашып кетті. Артынан ешқандай із қалдырмаған. Оның әрекетін Қазақстанның арнайы қызметі қадағалап отыр деуге толық негіз бар. Мұны детектив жанрындағы кітаптан үзінді дерсіз, бірақ олай емес. Бұл Ресей барлау басқармасының агенті Виктор Васильев жазған баяндама. Рапортты Васильев Мәскеуде отырған кураторы Ресей бас барлау басқармасында істейтін полковник Денис Смолениновке жазған. Полковник Денис Смолениновке жазылған баяндама досье орталығының зерттеуші журналистерінің қолына түскен. Олар сондағы қазақ белсендісі туралы жазылған 2 парақты бізге Азаттық радиосына берді. Ресей арнайы қызметі ұлтшыл деп айдар таққан Қуат Ахметов Қазақстанда жүргенде түрлі мекеме мен сауда орнына барып, қызметкерлердің қазақ тілінде қызмет көрсетуін талап етіп жүретін. Ол мемлекеттік тілде қызмет көрсетпеген жерлерге полиция шақыртып, кейбірін жария түрде кешірім сұратқызды. Бірінің қазақша үйренемін деген уәдесін алды. Ал кейбірі қазақша сөйлеуге ашық қарсылық білдіретін. Ахметов осы белсенділігін видеоға түсіріп, 2021 жылдың наурыз айынан бастап Тіл майданы онлайн партиясы YouTube арнасына жариялап жүрді. 10 күн ескерткен, мына мемлекеттік тілде қазақ тілінде неге жоқ? Сіз неге орысша сөйлеспей тұрсыз? А неге мен орысша сөйлеу керек? Почему? Ол неге қазақша сөйлемейді? Қазақ тілі де, орыс тілі де, екеуі де государственный язык. Екеуі де государственный язык. Дұрыс, қазақша сөйлесін государственный язык. Қуат Ахметовтің мұндай видеолары әуелі Кремльшіл ақпарат құралдарымен Ресей билігінің көзіне түсті. Олар Ахметовтың әрекетін русофобия әрі фашистік әрекет деп, орыстар мен орысша сөйлейтіндерді жек көру көрінісі деп бағалады. И в этих республиках русских бьют, оскорбляют, считают, что им пора валить домой. Ресей сыртқы істер министрлігі орталық Азия елдерінде орыс тілінде сөйлейтіндер кемсітуге ұшырады. Мәскеу мұндайға жол бермеудің амалын жасайды деп мәлімдеді. 2021 жылы 12 тамызда Ресей ішкі істер министрлігі Ахметовке ел аумағына кіруіне 50 жылға тыйым салды. Ахметовке Ресей аумағына кіруге тыйым салынған күні Алматы полициясы Қуат Ахметовтың видеоларына байланысты қылмыстық кодекстің 174 бабы 1 бөлігімен, яғни ұлт араздығын қоздырды деп іс қозғады. Дәл сол күні Қазақстан президенті әкімшілік жетекшісінің сол кездегі орынбасары, қазір Қазақстанның Ресейдегі елшісі Дәурен Абаев мәлімдеме жасады. Ол тіл белсендісінің әрекетін меңзеп, оны жабайы ұлтшылдыққа, бірлі-екілі адамның бейадекват әрекетіне балады. Подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма. К сожалению, такие вещи происходят во всем мире. И это не говорит о том, что подобные вещи поощряются государством. В нашей стране русским языком владеет почти 90% населения. Вы знаете, я думаю, что это один из самых высоких показателей в мире. Наверное, за исключением самой России и, может быть, Беларуси. У нас более 30% школьников обучаются на русском языке. Разве это не говорит о востребованности языка? 2021 жылы 19 тамызда Алматы полициясы Қуат Ахметовті көшеде күштеп ұстап әкетті. Оған тіл майданы атты тіркелмеген ұйымға жетекшілік етті деген айып тағып, сот 145 мың теңге әкімшілік айыппұл салды. Сол соттан бір күн бұрын Астанаға Ресей үкіметінің басшысы Михаил Мишустин келе жатқан. Ахметов өзінің заңмен қудалануын Мишустиннің сапарымен байланыстырып еді. Осы оқиғадан 10 күн өткенде 2021 жылы 29 тамызда Қуат Ахметов Қазақстаннан кетіп қалды. Бұл 29 тамыз, бір сағаттан кейін 30 тамыз болады, яғни Конституция күні болады. Қазақстан Конституция күні. Конституция күні қарсаңында мінекей
өз елінің патриоты қуат ахметовті өз елден қашырып жүруге мәжбүр болды. Әрине өте өкінішті, өте былайша айтқанда оған тарихта бір қаралы күн ретінде қалып келсек, өз елінде, өз жерінде, өз ана тілінде қызмет көрсетуді талап етуді үйретуші адам өз елінен қашып өзге елге пана іздеп бара жатқан жағдай. Бірақ бұның бәрі орнына келеді деп ойлаймын. Амин. Молодец. Саған рахмет. Пока-пока. Жолың болсын. Қуат Ахметовтің Ақтаудан Грузияға ұшуына ешкім кедергі болмаған. Тбилисиде ұзақ тұрақталмаған ол ары қарай Киевке кеткен. Ол кезде белсендіге қатысты ашылған қылмыстық іс әлі тергеу сатысында болған. Ахметов елден кетпей тұрып 174 бап бойынша бір рет тергеуге де қатысқан. Үстінен қылмыстық іс қозғалған адам қалай елден еркін шығып кетті деген сауал туады. Мұны белсендінің бұрынғы қорғаушысы Абзал Құспанға қойдық. Шетелге шығуға мүмкіндік болды, өйткені ол ондай ауыр санаттағы қылмыстық істер санатына жатпағасын жерде, ол жерде бас шарасына қатысты шектеу, ешқайда кетпеу туралы қолхат немесе жаңағыдай үй қамағы сияқты ондай шаралар қолданылған жоқ. Ресми айып таққан жоқ ол кезде. Бірақ жаңа қазір ЕРДР дейміз ғой, мынау соған қылмыстық іс тіркелген, соған байланысты енді күдікті деп айтсақ та болады, енді солай түсініктірек болады негізінде. Негізі статусы қорғалуға құқығы бар куә. Қуат Ахметовтың өзінің қабылдаған шешімі. Мен осы жағдайды хабарлаған кезде оған елден кет деп кеңес берген жоқпын. Мен жаңа айтқандай пробоно жүйесімен оны қорғауға ниетті болдым. Бірақ ол өзі айтты, менің артымнан жаңадай неше түрлі тыңшылар жүр. Сондықтан да мен бұл елде маған қысым болады, мен елден кетемін деді. Қуат Ахметовке қатысты ұлт араздығын қоздыру бабы бойынша қозғалған іс 2023 жылы 20 қаңтарда қылмыстық құқық бұзушылық құрамының болмауына байланысты тоқтатылған. Бірақ биыл 20 қаңтарда Алматы прокуратурасы мен полиция департаменті Азаттыққа берген жауабында Ахметовтың үстінен қозғалған іс әлі тергеліп жатыр деп жазды. Алматы қаласы бойынша полиция департаменті қылмыстық кодекстің 174 бабының бірінші бөлігіне сәйкес 2021 жылы 12 тамызда тіркелген сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатқанын хабарлаймыз. Қазіргі уақытта Алматы қаласы бойынша полиция департаменті қылмыстық процестік кодекстің 24 бабының талаптарын орындауға, яғни істің мән-жайын жан-жақты, толық және объектив зерттеуге бағытталған жоспарлы тергеу шараларын жүзеге асырып жатыр. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу деректері жария етілмейді. Істің әлі тергеліп жатқанынан Ахметовтың өзі де хабарсыз болып шықты. Ол қазір Түркияда тұрып жатыр. Қазақстанға оралу жоспары жоқ. Белсенді отанының шекарасын аттаса, тоқтап қалған іс бірден жанданатынына және қайта қудаланатынына сенімді. Об этой операции Центр досье узнал благодаря материалам ГРУ, которые оказались в нашем распоряжении. Вероятно, это крупнейшая утечка документов военной разведки в современной истории. Қуат Ахметовті Ресейдің арнайы қызметі ұстамақ болды деген ақпаратты Азаттыққа ресейлік досье тәуелсіз орталығы берді. Бұл орталықтың негізін қалаған ресейлік оппозиционер Михаил Ходорковский. Досье Ресей билігінің елдегі және шетелдегі жемқорлық деректерін, адам құқығына қарсы әрекеттерін әшкерелеумен айналысады. Былтыр желтоқсанда осы орталық Ресей әскери барлау қызметінің, яғни ГРУ-дың құпия құжаттары қолына түскенін хабарлаған. Оның ішіндегі орыс агенті Виктор Васильевтің Қуат Ахметовті ұстау операциясы туралы айтылады. Әшкере болған 2 беттік рапортта агент Виктор Васильев Украинадағы сапары кезінде атқарған істерін баяндайды. Агенттің жазуынша, ол Украинада 2022 жылы ақпанда 2 апта жүрген. Васильевтің жазуынша, Украинада жүрген қазақ ұлтшылы Қуат Ахметовті ұстау бойынша арнайы акция жоспарланған. Ол үшін әуелі Украина ішкі істер министрлігіндегі агенттеріміз арқылы оның байланыс деректерін алдым және ұялы байланыс трекингін сұраттым. Алайда Қуат Ахметовке біреулер өзін аңдып жүргенін айтып қойған сияқты, өйткені оның қайда жүргенін таптым ау деген кезде ол Түркияға қашып кетті. Артынан ешқандай із қалдырмаған, ештеңе сатып алмаған, ықтиярхат алуға да жүгінбеген деп жазды орыс агенті. Васильев Қуат Ахметов Қазақстанның арнайы қызметінің нұсқауымен әрекет етіп отыр деуге толықтай негіз бар деп топшалайды. Васильевтің бұл долбары рас па деген Азаттық сауалына Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті
Шетелде жүрген қазақстандықтардың мәселесіне араласу құзырымызға кірмейді деп қысқа қайырды. Ахметов Киевтен Түркияға ұшқанын растады, бірақ Қазақстанның арнайы қызметі көмектесті дегенді жоққа шығарды. Ол Украин белсендісі Пан Васильдің үйінде тұрғанын, Киевте визасыз жүруге болатын 3 ай уақыты өткенде өзі жоспарлағандай Түркияға өтіп кеткенін айтты. Иә, ол ескі ақпарат. Былтыр Украинадағы достарым видеоны жіберген. Білмеймін, досьемі жалпы бір интервью Украинаға келген мақсаттары мені іздеп келген екен, бірақ мен Түркияға кетуге үлгердім. Ресейдің қазір мынау Қазақстандағы қазақ ұлтшылдардың сағын сындыру үшін Қуат Ахметовті ұрлап, бір психотропный укол салып, кешірім сұратып, мен өз еркіммен істеген жоқпын, маған ақша төледі деп, сондай бір сағын сындырып, жылап, ертең қазақтар соны көріп, үрей болсын, қорқсын, осы тіл майданға сенбесін деп, сондай бір жоспар бар. Ресейдің ұлтшылдардың. Тіл майданның қозғалысы Абзал Құспан екеуміз соңғы 9 жыл бірге осы тіл майданның ең басында тұрған екеуміз. Қуат Ахметовтың бұрынғы адвокаты, мәжіліс депутаты Абзал Құспан Ресей агентінің қазақстандық тіл белсендісін ұстап әкету операциясы туралы былай дейді. Мен жалпы ондай версияны жоққа шығара алмаймын. Өйткені, бірақ ол заңның шеңберінен тыс жасалып жатқан шаруалар, заңсыз әрекеттер. Әлемде негізі көптеген бір осындай бір қызметтері, құпия қызметтері, белсенді жұмыс жасайтын бірнеше мемлекет бар, саусақпен санарлық. Ресей солардың қатарында. Сондықтан да енді қаншалықты Ресей Федерациясына бір қауіпті болғандығын мен білмеймін, бірақ оны жоққа шығара алмаймын өз басым. Бірақ оны растай да алмаймын, әрине, оны құжаттарын мен білмеймін, ол көргенім жоқ. Ол әбден мүмкін, жоққа шығаруға болмайды. Бірақ осы кезге дейін ондай жағдай енді болмағандығында біз ұмытпауымыз керек. Россотрудничество деген бар, басқа да ұйымдар бар, олардың барлығы тиісті ақпараттарды жергілікті жерлерде жіберіп отырады. Сол үшін ол зардап шегіп отыр. Сол үшін жаңағыдай 50 жылға кіруге тыйым салды. Сол үшін олар оған қатысты бір қандай да болмасын есепті тұр деп білем. Қазақстанда ондай тізімде тұрған азаматтар біраз баршылық, мен оны өзім жақсы білем. Мысалы үшін 50 жылға, 70 жылға кіруге тыйым салынған азаматтарды сол Ресейдің арнайы органдары үлкен қатты бақылауда ұстайды. Бірақ енді ол бақылауда ұстағанмен әзірге Қазақстанның болмаса басқа бір шетелден сондай азаматтарды бір жасырын түрде алып кетті деген жағдайды мен естігенде, көргенде, білгенде емеспін. Васильев сапарының соңында Украинаның арнайы органдары ізіне түскенін біліп қалып, әуелі Одессаға барып, артынша Молдоваға қарай шығып кеткен. Қуат Ахметовті ұстау үшін Украинаға барған агент 39 жастағы Васильев Виктор Александрович. Роспаспорт базасының дерегінше ол 2018 жылы тегін ауыстырған. Бұрын Луковенко болған. Виктор Луковенко Мәскеу мемлекеттік университеті экономика факультетін бітірген. Неонацистік ортаның танымал белсендісі болған. Русский вердикт деген ақпараттық құқық қорғау ұйымының мүшесі болған. Бұл ұйым кісі өлтірген, шабуыл, бұзақылық жасап, немесе экстремизм үшін сотталған оңшыл радикалдарға көмектеседі. Неонацистер ұйымдастыратын орыс шеруі болған күні Луковенко Мәскеу метросында адам өлтірген үшін 8 жылға сотталған. 5 жылдан соң шартты жазамен түрмеден босап шықты. Бостандыққа шыққан соң жергілікті медиаға сұхбат берген. Онда мен өзімнің орыс екенімді әділетсіздік азап көрген соң түсіндім. Халқымның жойылып бара жатқанын байқаған соң ұлтшыл болдым. Мен 4 жаста болғанда орталық Азияда орыстарды өртеп, асып өлтіріп жатты, ал мемлекетіміз үнсіз отырды дейді Виктор сұхбатында. Виктор Васильевтің Ресей арнайы қызметіне қалай, қашаннан бері қызмет ете бастаған белгісіз, қазір әлеуметтік желіде өзін саяхатшы, африкатанушы, политтехнолог деп таныстырады. Африка құрлығында миссия арқалап жүргенін айтады. Ресейлік YouTube арнаға берген сұхбатында әдеттегі Кремль пропагандистерінің риторикасынан танбайды. Ресей арнайы қызметінің атынан да сөйлейтін кездері бар. Западная Африка сейчас, где,
реализуются масштабные геополитические проекты России, направленные, во-первых, во благо африканских государств, но и в том числе и против наших оппонентов геополитических. В Африке прокатилась волна протестов, и той же Кении или Нигерии, например, и многие демонстранты выходят с российским флагом. В чем причина такой популярности нашего триколора? Да, и потом российское посольство вынуждено делать заявление, что мы не имеем к этому никакого отношения. Есть в западных медиа убежденность, что за всем стоят какие-то некие российские спецслужбы. Это полный бред. Досия журналистері қазақ белсендісін ұстауға тапсырма берген Денис Смоленинов деген адамның Ресей бас барлау басқармасы қызметкері екеніне көз жеткізіп, оған хабарласқан. Полковник агент Васильевті танып-танымайтынын білу үшін журналист полиция қызметкері болып танысқан. Әңгіме барысында полковник Смоленинов Виктор Васильевтің Ресей агенті екенін растаған. Алло, Денис Александрович? Да. Здравствуйте. Старший оперуполномоченный Павлов, моя фамилия. Александр Владимирович зовут. У нас тут некий Васильев Виктор Александрович находится, 85-го года рождения. Он у нас задержан подозрением в совершении преступления, собственно говоря, 159-е, мошенничество. Рассказывает какие-то страшные истории, что он работает на... Я понял, на какую организацию. Организацию он, наверное, правильно называет, да? Он, например, говорит ГРУ. Это уже косяк. Внешне как он выглядит? Да внешне такой он потасканный. Поймите, то, что он называет, да, откуда-то меня знает, да, организацией прикрывается, да. Он говорил, он прямо перед войной при специальной военной операции нашей, да. Он говорит, что оттуда он был на Украине, и прямо оттуда что-то его вытаскивали, прямо чуть ли не за день до войны. Так, я примерно понимаю, о ком речь. Это он там как-то в информационном плане работал в адмирале? Можно спросить? Он что-то по придумал, он что-то говорил там про нацболов, с националистами какими-то, он там связь установил. Да, я понял, кто это. Сейчас я вам перезвоню, хорошо? Смотрите, данный человек сейчас не может находиться там, по той фамилии, по которой я знаю, по первой, по второй, находиться там, где он сейчас у вас находится. Это либо вообще какая-то подстава, либо левый человек, который знает того, называет себя чужим. Тот человек очень далеко сейчас. Поэтому это вообще левак. Просто очень интересно, откуда этот Кремль так много знает. Понимаете, даже тот человек не должен знать мой телефон. И все, что я вам скажу. Денис Смоленинов досия орталығының дерегінше Ресей арнайы қызметінде көбіне психологиялық операциялармен айналысады. Жеке әскери компанияларды қадағалайды. Украинаға агенттер жібереді. Фейк тарататын телеграм арналар ашып, ақпараттық күрес жүргізеді. Ресей арнайы қызметінің украиналықтарды ұрлап, Ресей абақтысына қамаған туралы ақпарат жиі шығады. Мысалы, украиналық Униан басылымының журналисі Дмитро Хилюктың Ресей абақтысында жатқанына 3 жылға жуықтады. Ресей әскері оны Киев маңындағы ауылдан ұрлап әкеткен. Мәскеу оған әлі айып тақпаған, бірақ қамауда отыр. Украина қауіпсіздік қызметінің ардагері Виктор Ягунның айтуынша, соғысқа дейін Ресей агенттері Украина ішінде емін-еркін жүрген. Бірақ шетелдік азаматты өзге елдің арнайы қызметі ұрлап әкеткен жағдай сирек болды дейді. Виктор Ягун Совет одағы кезіндегі мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің ұлтшылдарға қарсы жүргізген саясатын Ресейдің қазіргі билігі де ұстанып отыр деп санайды. Это было при Советском Союзе, мы это знаем, это никто не скрывал. Бұл Совет одағы кезінде болды. Украина ұлтшылдарының ұйымына қарсы одақтың арнайы қызметі қатты жұмыс істеді. Оны ешкім жасырған жоқ. Амбула немесе қышқыл заттар сияқты арнайы техниканы қолданбастан Украин ұлтшылдарының жетекшілері Лев Ребет пен Степан Бандераны Германияда өлтірді. Кейін неміс билігіне өз еркімен берілген Совет одағы мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің агенті Богдан Старшинский олардың көзін жойғанын мойындады. Расымен олар Украин ұлтшылдарынан қауіп көретін. Соларға қарсы Совет үкіметінің антибольшевиктік халықтар блогы болатын. Айтпақшы, сол қазір Ресейде қарқын алып жатыр және атауы сәл өзгеше. Империяға қарсы халықтардың блогы деп аталады. Олардың мақсаты Ресей империясында болған халықтарды қайта біріктіру. Была такая специальная организация. Сонымен, Тіл майданы қозғалысының жетекшісі белсенді Қуат Ахметов Ресей арнайы қызметіне неге керек болды?
Анық жауап жоқ. Азаттық Ресейдің агенті делінетін Виктор Васильевтің әлеуметтік желідегі парақшаларына сұрақтар жолдады, бірақ жауап келмеді. Ахметов өзін Киевте әлдекімнің аңдығанын байқамаған. Оның айтуынша Қазақстанда жүргенде белгісіз адамдар артына түскен. Елден кеткенде туыстарына қысым жасағанын да айтты. Қазақстанда мен жұмыс істегенде мен сыртымнан мынау 7-ші отдел ма КМБ күндегінде жұмысқа секілді 3 адам күзетеді. Олар биліктің адамдары деп ойлаймын, спецслужба, 7-й наружка наблюдение. Мен Шымкентке барсам, Шымкентке бірге, Сарыағашқа барсам, Сарыағашқа барады, Қазығұртқа барсам, Қазығұртқа барады. Келсем, Ұзынағашқа, Қаскелеңге барсам, артынан барады, тұрады, шығады, фотоға сыртынан түсіріп отырады, бәрі енді. Менің жеке охраным болды ғой кәдімгі Қазақстанда. Сосын ғой мен Қазақстанда түсіндім, Қазақстанда шынайы оппозиция мүмкін емес, бәрі өтірік. Өйткені мен өз басымнан өтті. Қуат Ахметов қазір отбасымен Түркияда тұрып жатыр. Ол Қазақстанға қазір оралсам, мені қудалайтыны анық дейді. Сондықтан таяу уақытта елге қайту жоспары жоқ. Ахметов елдегі және шетелдегі тіл белсенділермен байланысын үзбеген. Ол Түркияда халықаралық қазақ тілін қорғау комитетін құрғым келеді дейді.